Ассалаумағалейкум достар, бүгін бізде Грант автокөлігі 2013 жылғы 8 клапанды қозғалтқыш. Бұл көліктің проблемасы панель прибор, яғни щитоктағы 80-90% жасамайды. Соның ішінде бізде жылдамдық көрсеткіші, яғни спидометр, тахометр, содан кейін майдың көрсеткіші бар, аккумулятордың көрсеткіші бар. Яғни көп көрсеткіштер жасамайды. Жасамайды дегенде бізде жанып тұрады, бірақ өшпейді. Кейбір элементтер жасайды, ол поворотник сияқты, свет деген сияқты, бірақ көпшілігі жасамайды. Көліктің егесін айту бойынша бұл көліктің қозғалтқышын жуғаннан кейін пайда болған ауру дейді. Сондықтан осы көлікті жөндейтін боламыз. Мінекей зажигание қостым. Мінекей бізде барлық жанып тұр. Қазір енді оталдырғаннан кейін өшіп қалу керек. Оталдырамыз. Мінекей бізде майдың көрсеткіші, чек, судың температурасы және де аккумулятордың суреті өшу керек. Негізі дұрыс болса егер барлығы. Содан кейін бізде тахометр жасамайды, спидометр де жасамайды. Енді достар, ақауды анықтау үшін мен алдымен мына жерде майдың көрсеткішінің датчигін шештім. Содан кейін генератордың возбуждениесі бар ғой, лампочкаға кететін. Соны шешіп тастадым. Осы шешкен уақытта бізде панель приборда майдың лампочкасы және де аккумулятордың лампочкасы сөну керек. Себебі бұл лампочкаларды қосатын нәрсе осы датчиктер қосады. Қазір мен алып тастадым. Енді аккумулятор мен майдың көрсеткіші сөну керек. Соны қазір тексерем. Так, бізде майда, аккумуляторда сөнбеді. Кері жандырам. Яғни зажигание қосам. Ешқандай өзгеріссіз. Бұл жерде енді не үшін жану мүмкін? Екі вариант бар. Бірінші вариант проводтың бойында минус болуы мүмкін. Болмаса екінші вариант, басқа вариант, оны кейін айтатын боламын. Қазір бірінші мынаны тексеріп алайық. Егер бұл проводта минус тұрса, онда лампочкамыз жанады. Ал минусты беретін бізде датчик қой, мына датчик, майдың датчигі. Мүмкін замыкание болуы мүмкін, қазір тексерейік. Бұл жерде сізде ештеңе жоқ екен. Яғни минус тұрған жоқ. Бұл жерде жасау принципі басқаша. Енді көлікке байланысты. Бұл көлік 2013 жыл болғандықтан бұның блок управления, яғни компьютері коншина арқылы жұмыс жасайды. Коншина не екенін қазір сізге түсіндіретін боламын. Енді достар, коншина дегеніміз не? Коншинаға дейін бірінші алдымен мына панель приборға көңіл аударайық. Қарапайым көліктерде коншина жоқ көліктерде прибор қалай жұмыс жасайды? Мысалы, аккумулятордан, яғни генератордан келетін бізде бір провод болады, ол біздің мына жерде аккумулятордың лампочкасын жандырады. Содан кейін майдың датчигінен бір провод келді, майдың лампочкасын жандырады. Және сол сияқты температура, тағы да көрсеткіштер датчиктен тікелей приборға келеді. Ал коншинада қалай жұмыс жасайды? Коншина дегеніміз бізде EBU, SRS, жаңа прибор. Бұлар EBU дегеніміз жалпы компьютер, машина компьютер. SRS деген тағы да басқа компьютеріміз. Ол SRS біздің подушка безопасности. Соның компьютері. Олар бір-бірімен коншина арқылы байланысады. Коншина деген бізде екі проводтан тұрады. Мысалы, мынаған келді, сосын бар, мынаған келді. Бұл, былайша айтқанда, цифровой байланыс. Бір-бірімен байланысып, бір-бірімен информация алысып, берісіп тұрады. Мысалы, мына жерде тағы да бір блок болуы мүмкін. Мысалы, ол BCM болуы мүмкін, центр замок болуы мүмкін, тағы да басқа болуы мүмкін. Ол да бәрі бір-бірімен осылай байланысады. Сөйтіп, байланысқан уақытта, мысалы, кейбір көліктерде бар, сіздің жылдамдығыңыз 20-ға келген кезде, 20 километрға келген кезде, компьютер соны көреді де, BCM-ға жібереді, 20-ға келдім, жылдамдық. Мына блок алады да, центр замокты кілт тастайды. Яғни есіктерін құлыптап тастайды. Сол сияқты бір-бірімен байланыс, скоростной байланыс цифровой. Енді біздің жағдайда коншина дегеніміз қалай? Бізде мына датчиктердің барлықтары, яғни генератордан келетін, майдан, температурадан келетін проводтардың барлығы ең алдымен қайда келеді?
ең алдымен компьютерге келіп тұрады осылай. Барлық датчиктер компьютерге келіп тұрады. Яғни приборға келмейді. Сөйтіп, ал компьютер приборға осы екі провод арқылы барлық информацияны жіберіп тұрады. Яғни мына жерде мысалы 5-6 провод келсе бүкіл датчиктерден, ішінде тахометр бар, спидометр, соның барлықтарын осы екі провод арқылы жіберіп тұрады. Бұны бізде коншин дейді. Коншина, кан бізде H деп айтылады, кан L деп айтылады. Яғни екі скоростьпен келіп тұрады. Жалпы ол коншин дегеніміз осы бізде. Осы екі байланыс. Егер мысалы біреу үзіліп қалса, бізде информация бермей қалады. Болмаса осы екеуінің біреуі массаға тиіп кетсе, тоже информация бермей қалады. Яғни бұл коншиннің проводтары ешқандай кедергісіз әрбір өзінің жететін жеріне блоктарына жету керек. Былайша айтқан кезде біздің коншина дегеніміз біздің компьютерлердің өзара байланысы жетеді. Және де тағы да проблема бізде көлікті компьютерге қосайын десем, яғни диагностикаға қосайын десем, біздің компьютеріміз байланысқа шықпайды. Бұл не деген сөз? Жаңа біздің коншинадан проблема бар деген сөз. Сондықтан қазір біз не істейміз? Мен қазір біздің компьютерден шығатын коншинның проводын мен приборға келіп тұрған коншинның проводын екеуін прозвонка жасаймын. Яғни компьютерден бастап приборға дейін сау ма, сау емес пе соны қарайтын боламын ең алдымен. Содан кейін ары қарай қазбалайтын боламын. Сонымен достар, мен қазір мына біздің компьютерден екі коншинның проводын тауып алдым. Мінекей, қызыл жасыл және де сары көк. Коншинның проводтары бізде плетен, яғни өріліп келеді, өріліп бірге. Мен қазір мына жерді өзім үзгесін жалғаған жерім. Осы жерден бастап панель приборға дейін, щитокқа дейін прозвонка жасадым, сау. Ешқандай үзік жоқ. Кері жалғағаны мен. Сондықтан қазір бізде проблема компьютердің өзінде болуы мүмкін. Сондықтан қазір компьютерді шешіп қарайтын боламыз. Себебі көліктің егесі бізге айтқан болатын, қозғалтқыш жуғаннан кейін, яғни су кіру мүмкін. Жалпы гранталарда, кабиналарда су кіретін сондай бір минусы бар компьютерге. Сонымен компьютерді шешіп алдық. Шешіп қараймыз бізде. Судың іздері бар ма, жоқ па? Мына жерде де бізде қосылып тұрады. Оны селит етіп босатып алдық. Енді бүкіл қызықтың барлығы осы жерде болу керек. Қазір қараймыз. Так, мына жерлерде бізде судың іздері бар. Мінекей дымқылдық болған. Платада түгел су кірген, жалпы дымқылдық болған, су кірген. Сондықтан осыны түгелдей тазартамыз. Сосын әрі қарай қарайтын боламыз. Егер камерада көрініп тұрса, мына жердің барлығы ылғал. Қазір мен тазартып көрейін. Енді тазартқаннан кейін қазір тағы да тексеріп алайық, қандай өзгеріс болатын. Салдық, оталдырып көреміз. Зажигание аштым. Так, лампочкалар жанды, енді оталдырамыз. Ешқандай өзгеріс жоқ, барлығы жанып тұр, ештеңе өшпейді, тахометр де жасамайды. Әрі қарай қазбалайтын боламыз. Меніңше мына компьютерден кан сигналдар шықпай тұрған секілді. Бұған тексеру үшін негізі арнайы құралдар керек. Осциллографпен тексереді коншиналарды. Бірақ та бізде ол жоқ болғандықтан біздер басқаша қарайтын боламыз. Сонымен достар, бізде компьютерде коншинаға жауап беретін драйвер, мінекей ол, мына драйвер, контроллер деп айтады. Яғни коншинның сигналын шығаратын, былайша айтқанда, микросхема. Бүкіл информацияны коншинаға айналдыратын осы микросхема. Енді осы микросхеманы, контроллерді бізде ауыстыру үшін орнына басқа контроллер керек. Бірақ та біздің жағдайда ондай өте табу қиын. Тапқанның өзінде де оған заказ беру керек, күту керек деген сияқты.
Қазір мен білмеймін, бірақ та осыған келіп тұрған дорожкалерде барлығын прозвонка жасаймын. Яғни келіп тұрған тістері бар ғой, соған барлықтарына жаңағыдай прозвонка жасап, қай жерге кетіп жатыр, сол жерге барып тұр ма, барып тұрған жоқ па, прозвонка жасайтын боламын тестер арқылы. Сонымен кеттік. Жаңағы контроллер бар ғой біздің коншина, соның қасында 2 диод бар, мынандай кішкентай. Резисторда болуы мүмкін. Соның 2 аяғы, 2 контактісі, мінекей. 2 контактісі бар. Сол платының мына жақ бөлігінен шығады. Платының мына жақ бөлігінен шықты. Мінекей, мына 2 контакт, 2 резистордан шығатын аяқтар. Осыны прозвонка жасаған уақытта, қазір мен тағы да көрсетейін. Так, мінекей, мынауын алып қарайым. Осыны алам да, бұның дорожкасын қуам, қай жерге кеткенін. Прозвонка бар. Енді екіншісін тегіземде, ол мына бөлікте. Бізде прозвонка жоқ. Сондықтан мұны жерде мұқият қарасақ, мұны жерде контактісінде қазір мінекей аттанған кішкене, және де мынандай бізде пайканың оловысы жоқ екен, кетіп қалған екен. Сондықтан осыны пайкалеп көрем, болмаса перемичкімен өзің баратын. Сонымен достар, дорожканы пайкалеу үшін мен телефон жөндейтін жігітке барып, микроскоп арқылы пайкалетіп алдым. Себебі қолмен пайкалеу өте ыңғайсыз, контактілері сондай кішкентай, өзім пайкалей алмағандықтан осылай микроскоп арқылы пайкалетіп алдым. Енді результатты қараймыз. Так, зажигание аштық. Оталдып көреміз. Так, бізде не істеді? Тахометр істеді. Барлық қателер, ошибкалар өшті. Тек қана чек қалды. Ол енді бір проблема емес. Ең бастысы қазір бізде тахометр, май, су барлығы өшті. Енді спидометр тексеру керек, спидометрдің ауыру жеңіл.